Іс-сапарға немесе саяхаттауға жиналдыңыз ба? Алматыда бір тәулікке жалға берілетін пәтерлер. 24 home.kz. Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең шілденің 4-не арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Тоқта. Күш пен қысым арқылы нәтижеге жетуіңіз талай көп тыңдап, аз сөйлеуіңіз керек. Қазір жаңа таныстар үшін жақсы уақыт. Жауапкершілік өзіңізге жүктеліп, барлық басталған жұмыс аяқталуы керек. Сапарлар достарыңызбен және туыстарыңызбен кездесулер сәтті өтеді. Егіздер. Ақшаны қарызға беру кезінде мұқият болу керек. Олардың оралуын ұзақ уақыт күтіп қалу мүмкіндігі бар. Асықпайтын тұрақтылық уақыты іс-шаралар үшін өте қолайлы күн. Шаян. Сізді көптен бері мазалап жүрген қызықты идеялар мен сұрақтарға күтпеген жауаптар келеді. Бұл ұзақ мерзімді махаббат қатынастарын құруға және некелік байланысты нығайтуға қолайлы кезең. Арыстан. Ең жақсы жағдайда сізді мұра күтеді. Сізді үлкен сатып алулар саласында әсіресе өмірдің жайлылығымен байланысты сәттілік күтеді. Бикеш. Жағымсыз эмоциялардан және тым көп физикалық жүктемелерден аулақ болыңыз. Сіздің міндеттемеңізге кірмейтін нәрсені қабылдамаңыз. Тараза. Пайда болған сұрақтарды және қиын мәселелерді сізден басқа ешкім жеңе алмайды. Жеке майданда бәрі жақсы болады. Сары шаян. Сөзбен де іспен де қолдау көрсету үшін бар күшіңізді салыңыз. Жақсылық әрқашан өзіңізге оралатынын ұмытпаңыз. Мерген. Бұл күн жалғыз басты адамдарға жағымды сыйлықтар әкелуі мүмкін. Жаңа танысудың болашағы зор болады. Тауышқа. Сіз өзіңіздің кейбір мәселелеріңізді достарыңыздың, таныстарыңыздың немесе жақын адамдарыңыздың арқасында шеше аласыз. Енді сіздің ортаңызда қызықты идеялар мен ұсыныстар бар адамдар пайда болуы мүмкін. Су құйғыш. Кез келген кішкентай нәрсе сізді тепе-теңдіктен шығаруы мүмкін. Қуатыңызды оң бағытқа бағыттаңыз. Көңіл көтеретін істермен айналысуға көбірек уақыт бөліңіз. Балықтар. Егер табандылық таныта бастасаңыз, сіз ұзаққа созылатын жанжалды дамытасыз. Ауыр жаттығулардан аулақ болыңыз. Шілденің 4-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.